Bir кездері сенде де адамдар сені тек өздеріне бірдеңе керек кезде ғана еске түсіретіндей сезім болды ма? Өз жоспарыңды, тыныштығыңды, демалысыңды кейінге ысырып, өзгелерге көмектесу үшін бәріне дайын тұрасың. Ал кейін олар сен мүлде болмағандай жоғалып кетеді. Егер мұндайды бастан өткерсең, бұл оқиға дәл сен үшін. Өйткені адам өзі тоқтамайынша, әлем одан ала беруді тоқтатпайды. Сен бәріне әрқашан қолжетімді болудан бас тартпайынша, жұрт сені пайдалана береді. Bir кездері алтын түстес егістіктің ортасындағы тыныш ауылда Итан есімді адам өмір сүріпті. Оны бүкіл ауыл танитын. Біреудің арбасы батпаққа батып қалса, Итанды шақыратын. Біреудің шатыры тесілсе, Итан баратын. Кеңес керек болса да, көмек керек болса да, жанында серік қажет болса да, тағы Итан. Ол ешқашан жоқ деп айтпайтын. Себебі адамдарға көмектесу дұрыс нәрсе деп сенетін. Және бұл рас еді. Бірақ уақыт өте келе оның өз өмірі өзіне тиесілі болмай қалды. Өзінің егістігінің жартысы ғана жыртылған күйде тұрды. Үйі жөндеуді қажет етті, ал ол болса өзгелердің қоршауын жөндеп жүретін. Кеш сайын шаршап, шаңға малынып үйіне оралғанда анасының ауыр күрсінгенін еститін. Итан, сен бәріне көмектесесің, ал саған кім көмектеседі? Итан жай ғана әлсіз жымиып, бәрі жақсы, мама. Bir күні адамдар менің жақсылығымды ұмытпайды дейтін. Бірақ ол күн ешқашан келмеді. Bir күні аспанды қара бұлт торлады. Ауыл адамдары жауын басталмай тұрып өнімдерін жинауға асықты. Итан болса досы Якобқа көмектесуге жүгірді. Оның шөбі әлі жабылмай тұрған еді. Екеуі асығып жұмыс істеді. Бірақ Итан досына көмектесіп жүргенде, өзінің бидайы ашық аспан астында қалып қойды. Кенеттен нөсер басталды. Үйіне қайтып келгенде бәрі кеш еді. Өнімі бүлініп кеткен болатын. Итан үйінің алдында үнсіз отырды. Шашынан су тамшылап тұр. Ал көз алдында кеше ғана үміт сыйлаған, енді суға малынған егістік. Сол сәтте анасы жай ғана, сен бәрінің өнімін құтқардың өзіңдікінен басқа деді. Итан үндемеді. Бірақ сол күні оның ішінде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Келесі күні ол өзен жағасында тұратын дана қарт фермер Джорджға барды. Джордж, мен адамдарға көмектесе беремін, бірақ ішім босап қалғандай. Мен жұмыстан емес адамдардан шаршадым деді ол. Қарт өзен ағысына қарап отырып, мына өзенді көріп тұрсың ба? Ол ағаштарға да, егістікке де, жануарларға да су береді. Бірақ егер жаңбыр шамадан тыс жауып, өзен арнасынан асып кетсе, не болады? Деп сұрады. Итан ойланып, су тасқыны болады. Бәрін қиратады деді. Дәл солай деді Джордж, тіпті мейірімділіктің де шекарасы болуы керек. Шекарасыз жақсылық адамды өз-өзін құртуға алып келеді. Барлық үшін барлық жерде болуды доғар. Кейде өзің үшін өмір сүр. Сосын ол Итанға қарапайым тапсырма берді. 7 күн бойы ешкімге бірден иә деп айтпа. Біреу көмек сұраса, тоқтап ойланып көр, мен қазір бұған күшімді, уақытымды жұмсай аламын ба? Егер жоқ болса, бүгін емес те. Сосын не болатынын бақыла. Бұл апта Итан үшін өте қиын өтті. Алғашқы күні-ақ Якоб жүгіріп келді. Итан, өгізім ауырып қалды. Ветеринарға апаруға көмектесші. Итан өз жыртылмай қалған егістігіне қарады. Іші қақ айырылғандай болды. Бірақ ол терең дем алып, кешір, Якоб. Бүгін өз жұмысымды аяқтауым керек. Ертең көмектесемін деді. Якоб таңғалып, сен бас тартып тұрсың ба? Деді. Иә, бүгін жоқ. Якоб ренжіп кетіп қалды. Ал Итан өзін кінәлі сезінсе де, жұмысын жалғастыра берді. Күн батқанша оның егістігі толық дайын болды. Көп айдан бері алғаш рет. Келесі күндері де адамдар түрлі ұсақ-түйек өтінішпен келді. Бірақ Итан алғаш рет сыпайы әрі нық түрде жоқ деп айтуды үйренді. Сол кезде ол көптен бері сезілмеген тыныштықты сезінді. 4-ші күні қатты жаңбыр жауып, оның үйінің шатыры тесіліп кетті. Итан айналасына қарады. Бірақ ешкім көмектесуге келмеді. Ол мұң аралас жымиып қойды. Бұрын ол бәріне қолжетімді болғанда бәріне керек еді. Енді бір қадам артқа шегінгенде айнала тып-тыныш болып қалды. Бірақ ол реніш емес, күш сезінді. Шатырын өзі жалғыз жөндеп шықты. Кешке құрғақ үйінде отырып,
Міне, өзін құрметтеу деген осы екен ғой деп сыбырлады. Апталар өтті. Итан өзгерді. Ол енді бәрін құтқаруға жүгірмейтін болды. Адамдардың мақұлдауын емес, өзінің тыныштығын таңдады. Сөйтіп күтпеген нәрсе болды. Адамдар оған бұрынғыдан да көбірек құрметпен қарай бастады. Якоб өз мәселесін өзі шешуді үйренді. Көршілер ұсақ-түйекпен мазаламайтын болды. Ал Итанның егістігі бұрынғыдан да жайқалып өсті. Ол дені сау, бақытты әрі нағыз өз-өзіне айналды. Bir күні Джордж қарт оған қонаққа келіп, жайқалған егінге қарап: "Ал, Итан, сен бәріне қол жетімді болуды тоқтатқанда әлем құлап қалды ма?" деп сұрады. Итан күлімсіреп: "Жоқ, Джордж, әлем жай ғана өзгерді. Және әлдеқайда жақсы болды" деді. Қарт басын изеді. "Сен бәріне бірдей иә деуді тоқтатқан күні, алғаш рет өзіңе иә дедің. Сол сәттен бастап бәрі өзгерді. Ал сен Итанға ұқсайсың ба? Барлығы үшін әрқашан қасында жүріп, іштей бос қалған адам сияқты. Есіңде болсын, жоқ деп айту, жаман адам болу деген сөз емес. Бұл өз тыныштығыңды өзгенің үмітінен жоғары қоя білу. Сен барлық жерде, барлық үшін болуды тоқтатқан кезде ғана өзің үшін маңызды адамға айналасың. Адамдар сен қорғай алатын нәрсені ғана құрметтейді. Сондықтан уақытыңды, ойыңды және энергияңды қорғай біл,